Сәлеметсіздер ме? Менің каналымнан біреудің алла жолын аттама әңгімесін оқи аласыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біраз уақыттан соң өзі хабарласты. Мен айтарымды айттым. Кешір, мен жаздым, жаңылдым. Енді ешқашан сені мазаламаймын деді. Жоқ болыңыз дедім. Содан бұл тема жабылды. Қазіргі бұны қазбалап жиіркенішті сөздерін есіме алып жазу маған да оңай болып отырған жоқ. Бірақ сол ағай әлі жұмыс істейді. Кейде басқа бір сіңілімнің қыздық өмірін құртпады ма екен деп ойланамын. Құрметті оқырман, қыз балаларыңыз болса міндетті түрде сұрап тұрыңыз, сөйлесіңіз, бірден ашуланбаңыз. Қызыңыз сіздің ашуланбайтыныңызға, шу шығармай шешетініңізге сенімді болсын. Сізге міндетті түрде проблемасын айтқан кезде мен де өзіме сенімді болғанда шешеме айтушы едім. Ертерек ол адамнан құтылар едім. Бір рет шешеме айтқым келіп бастағанмын. Әңгімемнің ауасын байқап, шешем бірден айқайға басты. Сіз дұрыс түсінбедіңіз деп басқа жаққа бұрып әкеттім. Аллаға шүкір деймін батылдық бергеніне. Шешемнің тәрбиесіне өз-өзімді қорғап сөйлей алғаныма. Әңгіменің басында айтқанымдай Аллаға шүкір, жігітпен жүрмей өз адамымды кездестіріп, көп ойланбай тұрмыс құрдым. Жарымның алдында арым таза болды. Зейін қойып оқығандарыңызға рахмет. Қазір аман құтылғаныма Құдайға шүкір етсем де, басқа қыздың тағдырын құртпай жүрме екен деп көп ойланамын. Әйеліне барып айтып берсем ба осыны деймін. Бірақ ол кісі қалай қабылдайды? Жарты ғасырдан асты ғой, жасы күйеуінің деймін. Отбасы бұзылып, балдарына обал болама деймін де. Негізі мен ол кісінің сөзінен байқағанмын, реңді, ажарлы қыздарға көз салады екен. Сабақта отырғанда 11-ші сыныпта бізден бір сынып төмен бір қыз болған еді. Сол қызды сыныптастарым айтып отырғанда сұлу қыз ғой, ол жігіттердің арманы деген. Шешем марқын оңашада, қыздарымның ішіндегі ең ажарлысы сен, байқап жүр, арыңа ие бол. Күйеуінің алдында тік қарайсың, арың таза болса бізді жерге қаратпа деп айтатын. Осы мұғалімім сол елді мекендегі мектепте әлі күнге дейін жұмыс істейді екен. Мұғалім өте қауіпті ғой, ауру ма, педофил ма, кім білсін. Ауыр оқиғалардың барлығы осындай ұят болады, өсек болады, тағы басқа дегеннен шығады. Балаларымызды жаратқанның өзі қорғап жүрсін. Әңгіменің соңы. Достар, менің каналыма тіркеліп, жазуды ұмытпаңыздар.